Біз айтамыз. Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл біз айтамыз жобасы. Бүгінгі көтеретін мәселеміз шашалар жөнінде. Жаңа жыл мейрамы келе жатыр дейміз. Осындай шашаларды кесіп, сату басталды. Сол дұрыс па, бос па халықтың пікіріне құлақ асып қойып. Табиғатқа енді былай зиян деп айтады ғой. Құртқан ағаштар шапқан. Мен алмаймын мысалға өз басым мұндай. Шырша енді ана жерде, мына жерде, жерде шыршалар сатылып жатыр. Ол енді Россиядан, Ресейден алып келіп жатыр деп енді өтірік айтатын шығар. Өзіміздің осы айналадан кесіп сатып жатыр ғой енді. Қарсымын мен, табиғатты қолдау керек. Енді ол деген қазір өсіп келе жатырған жастарға, болашақтарға үлгі көрсету керек па? Бұлардың енді істеп жатырғаны мынау искусственный шырша қолданғандар дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс емес оны нетуге болмайды, кесуге болмайды. Себебі біздің деген мына табиғатымызды қысқартады. Ондай мысалы деген оны көбейту керек жігіттер. Россиядан ғой. Қай қаласы екенін білмеймін толық. Сіздер екі ортада посредниктен аласыздар да? Жоқ, мен сол кісіде жұмыс істеймін. Экострой деген фирма. Ал документально алып келе ме? Бәрі документально, разрешение. Мына шырша қаншасы? Бұл шырша любой шырша 4,5-нан басталады ғой. Бәрі 4,5 да? Жоқ, ол бөлінеді ғой шырша. Мысалы мына нелер бар ғой, тармақтар бар ғой, тау өсіп тұрғандарынан. Чем көп болған сайын ол өскен жылыға жайылғанда үлкен болып шығады да, әдемі. Кішкентайлары сол 4,5-нан басталады да, биіктігіне, бағасына байланысты жоғары өтеді. Қалыңдығына байланысты. Өтіп алып жатыр ма кісілер? Пока жаймен, арын соғын өтіп. Жақындағанда өтеді дейсіз? Бұйырады, солай бар, биыл бірінші рет саттым. Былтыр сатқан жоқсыз? Мен былтыр шыққан жоқ, биыл бірінші рет саттым. Өзіңіз аласыз ба үйге? Мен уже апарып қойғам үйге. Биыл ба? Оны ойламайсыз ба? Осындайларды үйге шақ. Неге қауырсын қоймайсыз үйге? Қауырсын ол. Қауырсын ол жаңа жыл, білмеймін, искусственный нәрсе ол дейтін. Жоқ, мынау ертең бірінші қаңтардан кейін аласыз жақып шешін. Ол шың ол. Сонда қаншама терек кесіліп босқа кетіп жатыр. Ол мен кесіп жатқан жоқпын. Жоқ, сіз кетіп жатқан жоқ. Сіз алмасаңыз деймін мысалға. Мен алмасам. Халық көбі алмаса. Өзінің таңдауы бар. Өзінің таңдауы, иә. Олай қарасаң жаңа жылды бір күндік мереке үшін табиғатымызды құртып жатырмыз ғой. Шынында келгенде солай. Біздікі емес. Біздікі болсын, болмасын, біз точно білмейміз. Жалпы айтам табиғатымызды құртып жатырмыз ғой. Бұл далада өсіліп не істеліп жатқан емес, ол питомниктен алып келген жатқан нәрсе. Сәл егіліп осындай сатыққа шығарып. Не керектің басын кесіп жатқан ешкім жоқ оның. Осылай өсетін, мысалға мынау 5 жылдық. 5 жыл өскен, каждый тармақ 1 жылдық. Мынау 1 жылда өсетін мұлт ғой да? Мынау бірінші, 2, 3, 4, міне 5. Оның 6-ға кетіп жатқанда. Осының өзі 6 жыл өсетін нәрсе болды кішкентай, а? Өсіп тұрған. Дүниежүзілік қауымдастық жалпы қоғамдық сана табиғатқа қандай да бір зиян келуіне қарсы. Және нақты мәселе ретінде осы біздің тақырып шыршаны алатын болсақ, шыршаны тек қана жабайы түрде кесу емес, мысалы кесудің түрі бар, рұқсатсыз түрде, мысалы орман ішінен қашып пысып жүріп, тығылып жүріп кесіп алу, ол сөзсіз заңсыздық. Бірақ тіпті өзім ойлаймын, бұл заң түрінен айыпталатын нәрсе, заң түрінен болмаса да моральдық тұрғыдан айыпталатын нәрсе, ол мысалы базардан шыршаны сатып алып, үйіңе апарып қоятын болсаң, қандай бір жерге, өзің оның өзі ойлаймын, бір заң тұрғысынан алғанда ешқандай бір айып жоқ болғанмен, айтқанда өзің ақшаң ғой. Бірақ моральдық тұрғыдан табиғат қорғау жағынан алатын болсақ, бұл да бір дұрыс емес, құптайтын нәрсе емес деп ойлаймын. Неге? Себебі саудагерлерге ақша керек. Ол мысалы біз биыл дейтін 3000 шырша сатып алсақ, ендігі жылы содан көбірек қайсы алып келеді. Сол жұмысы 4000 алып келеді. 4000-дегі сатып алсақ, 5000 қылып. Айтқан кезде егер сол арқылы біздер шырша сатып алу арқылы біз манағы шыршаның кесілуін құптаймыз, соған бір үлес қосып жатырмыз деген сөз. Сондықтан былай айтқанда, мен өзімнің ақшам, ол ақшаға мен өзім білсе не істеймін, өзім білемін, ешқандай заңсыздық жоқ деп базардан, дүкеннен, қайда сауда орындарынан шыршаны алып, бір айналдырған тіпті бір-екі күн демей қайық, бір ай ішінде айтайықшы, мысалы бізде мына тәуелсіздік күні өтер өтпесте шыршаны апарып үйлі орнатады, өтер өтпесте
жақсы 16-сында орнатсын, 15-інде содан әрі кеткенде мына ескі жаңа жыл деген қызық сөз бар, старый новый год деген үйлеспейтін сөз. Сол старый год 14 қаңтар өткенге дейін сол шыршалар үйде тұрады. Тек қана бір ай үшін, бір ай болғанда да одан бір алып бартқан ләззат жоқ. Ол жерде мысалы жасанды шырша тұрды не, табиғи шырша тұрды не, мен білсем шыршадан ондай иіс деген аңқып тұрмайды. Өзім ойлаймын, неге шырша шынымен бір адамның өзінің еркі ғой, өзінің пайымымен жаңа жыл тойлағысы келсе, шырша соның символы болса, бір жасанды шыршалары бар, тым тәуір. Көркі жағынан келгенде табиғи шыршадан кем түспейтін. Соны сатып алып, қоянның иісі дейді, мысалы шыршаның иісі сияқты бір бальзамдар шашып қоятын болса, соны ауыстыра жыл сайын сатып алып та қажеті жоқ. Манағыдай шыршаның уақыты бітті ме, 15 қаңтар болды ма, шыршаны жинап алып қой, енді жыл қайттан қойға болады. Ойыншықтарын іліп тағы басқа бір адамның өзінің еркі, өзіне табиғи бір мерекелік көңіл күй сыйлағысы келсе. Бірақ сол үшін манағыдай шырша дейтін, енді мен қазір биологиялық жасын білмеймін, бірақ бір күнде қалыптасатын нәрсе емес. Ол бәленбай жыл өсіп, өскін болады, дәм болады, артынан ол мысалы талдырмаш тал болып өседі, артынан осындай мынандай дәм болып шырша болып шыққанға дейін оған әжептәуір уақыт керек. Бұл бір еңбегі және табиғаттың қайттан қалпына келу үшін әжептәуір уақыт керек. Сондықтан мен қоғамның саналы азаматтарының бәрін манағыдай көшеден тоғайдан кесіп алудың өз алдына, ол енді оңбағандық пен заңсыздық. Шыршаны сатып алмай, жасанды шыршамен шектелуге шақырамын. Міне көтшіда халықтың да пікірін тыңдадық. Бір күндік мейрам үшін осындай шыршаларды кесіп тастаймыз. Мына шыршаның өзі 6-7 жыл өскен шырша екен. Негізі шыршаның өзі жаймен өседі. Көпшілікке айтарым, қаусын шыршаны пайдаланып, сонымен қарсы алған жөн деп ойлаймын. Табиғатымызды аялайық, қорғайық.